Сіз Айсара Нұржанның тыныштық медитациясындасыз. Бөлмеден артық адамдарды шығарып жіберіңіз. Телефонды динамикке немесе наушникке қойыңыз. Ең бастысы, бүгін жүрегімізге тыныштық табамыз. Адам күніне жүздеген миллиард ойлардан ойы шашырап, фокусты қоя алмай, мақсаттарына жете алмай, армандары орындалмай өтеді. Және ойдың көптігінен адамның энергиясы да толмайды. Сол себепті өз энергияңызды ашу үшін осы медитацияны кемінде 30 күн тыңдаңыз. Мүмкіндігінше тіке отырыңыз. Екі тізеңіздің үстіне екі алақаныңызды жоғары қарата қойыңыз. Саусақтарыңызға ғаршыдан энергия түсіп жатқанын елестетіңіз. Қазір сіз бойыңыздағы артық энергияларды шығарып тастайсыз. Ол үшін мұрныңызбен рахаттана ауаны алыңыз. 4-ке дейін санаңыз іштен. Және ауаны ұстап тұрыңыз 4 секунд. Содан соң ауызбен асықпай 4-ке дейін санағанша ауаны шығарыңыз. Аузыңыздан бүткіл негативтер, жамандықтар, проблемалар, қиындықтар, кредиттер, қарыздар, уайымдар, біреулердің жағымсыз сөздері, өздері, көздері, тіл-көз, дуа және басқа да негативный энергияның сүйкімсіз формада шығып жатқанын елестетіңіз. Түтін, тас, сарсу, құсық, қан, құм я басқа формада шықсын. Осылайша бірнеше рет өзіңіздің деміңізбен жұмыс жасап, бойыңыздағы артық энергияларды шығарып жіберіңіз. Әбден шығарып болған соң, мен тазамын. Менің ойым таза. Менің бойым таза. Менің жаным таза. Деңіз. Егер сіз үйде отырсаңыз, есікке арқаңызды беріп, орындыққа отырып, я жерге жаңағы ауаларды есіктің сыртына қолмен лақтырып тастасаңыз болады. Мысалға, ауаны жұтасыз, 4 секунд ұстайсыз, 4 секунд шығарасыз да, қолыңызға алып жаңағы негативтерді есіктің сыртына деп лақтырып тастаңыз. Барлығы есіктің сыртында қалсын, бірақ есіктің сыртындағы ешкімге зиян тимесін. Жерге сіңіп, жоқ болып кетіп жатқанын елестетіңіз. Әбден болған соң, осы отырған жеріңізден ойша тұрыңыз. Өзіңіздің арманыңыздағы теңіз жағасына қарай жүріңіз. Қазір сіз ең керемет жағажайдасыз. Қасыңызда ешкім жоқ.
бүкіл әлемде сізсіз. Бүкіл әлемде сіз және Құдай. Барлығын артта тастап кеттіңіз. Енді бүгіннен бастап сізге ештемені уайымдаудың, ойлаудың, қайта-қайта оралудың қажеті жоқ. Сіз тап-тазасыз. Табаныңызбен топырақты сезініңіз, топырақ жылы болсын, жағымды болсын. Топырақтың сытырлаған дауыстары табаныңыз арқылы жұмсақтықпен энергия болып еніп жатқанын сезініңіз. Осылайша ол топырақтың энергиясы жоғары миыңызға дейін көтерілсін. Бойыңызды жердің энергиясы билесін. Және өзіңізге айтыңыз: мені бүгіннен бастап ешқандай проблема, қиындықтар, уайымдар, ешкімнің сөзі, әрекеті, ісі құлата алмайды, жылата алмайды, аяғымнан шала алмайды. Мен жермен байланыстамын. Мен мықтымын. Әбден жермен байланысты орнатып болған соң, жайлап жағажайға келіңіз. Суға қараңыз. Оң аяғыңыздан бастап бисмилля деп батырыңыз. Жағажай қатты терең емес, бірақ тап-таза және мөп-мөлдір. Қатты салқын да емес, қатты ыссы да емес. Сізге жағымды. Жайлап отырамыз. Қатты таяз да емес, қатты терең де емес. Өзіңіздің бойыңызға ыңғайлы жерге отырамыз да, асықпай, басымызды батырамыз суға. Судың ішінде жатсыз. Қорықпаңыз, тұншықпайсыз. Қап-қазір сіздің миыңыз боп-бос, судың ішіндегідей тап-таза, тұп-тұнық, тып-тыныш. Судың ғана даусы және жүрегіңіздің дүкілі ғана естіледі. Осылайша судан жақсы энергияның барлығын алыңыз, тазарыңыз. Бойыңыздың барлығындағы кірлерді теңіздің суы тазалап, жуып, шайып, кірлердің таралып кетіп жатқанын бойыңыздан елестетіңіз. Осылайша бүкіл чакраларыңызды сумен бір жуыңыз. Денеңіздің барлығын асықпай сумен жуыңыз. Қай жеріңіз ауырып тұрса, сол жеріңізді де су жұмсартсын. Және шаштарыңыздың да жайылып, судан қуат алып, шаштарыңыз арқылы судың энергиясы ми чакраңызға және табаныңызға дейін жетіп жатқанын сезініңіз. Судан энергия алып болған соң, тазарып болған соң, судан шығыңыз да жайлап қазір осы отырған жеріңізге қарай оралыңыз. Бұл сіздің жәннат мекеніңіз және түп санаңыз. Кез келген шаршаған уақытта осында оралуға болады. Ешкім сізді мазаламайды, шаршатпайды, қинамайды. Осы жерде бүткіл артық ойлардан арыласыз. Қайтып келе жатып, өзіңізге мынандай сөздерді айтыңыз: мен тазамын, мен мықтымын, мен Құдаймен біргемін. Құдай менің жүрегімде. Менің ойым тұп-тұнық.
Егер медитациям ұнаса, лайктарыңызды қойып, таратып, коммент жазсаңыз қуанамын.